Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бүгін сіздерге 270 форманы ЭЦП-ның көмегінсіз қалай тапсыруға болады, сол жайында көрсетемін. Телефонымызға ЕСалық Азамат және де ИКОФ Мобайл қосымшаларын жүктеп аламыз. Настройки профиля и регистрация деген жерден ИКОФ Мобайлды таңдаймыз төбесінен, және де иінімізді жазып, осы жерден ИКОФ Мобайлдағы 4 таңбалы санымызды жазып, ішіне кіреміз. Және де ЕСалық Азамат қосымшасына кіру үшін 4 таңбалы ұмытпайтын санды қайталап өзімізге сақтап аламыз. Видео проверканы өту міндетті емес, не сейчас деп басуға болады. Ашылған жерден сол жақ үстіндегі 3 сызықшаны басамыз, осы жерден сдать декларацию дегенді басамыз, подать декларацию, және де ашылған жерден 270 форманы және 2024 жылды таңдаймыз. Декларацияның түрін таңдаймыз. Одан кейін иін супруга міндетті емес, осы жерден өзіңіздің пропискаңыз бойынша КГД-ның кодын таңдайсыз. Одан кейін екі жерге галочка қойып, продолжить деген кнопканы басамыз. Бөлімдеріне тоқталатын болсақ, бірінші бөлімді жеке тұлға өздігінен табыс тапқан кезде толтырады. Мысалға, бұл жерге мүлік табысы, немесе шетелдегі сіздің жекелей табыстарыңыз, немесе медиаторлардың табыстары осы жерде толтырылады. Бұрынғыдай пенсия, подсобие, стипендия, немесе мемлекеттік қызметтегі сіздің табыстарыңыздың барлығы бұл жерде көрсетілмейді. Бұрынғыдай табыс көзін көрсетпейміз. Екінші бөлім жеке меншік адвокаттар, жеке нотариустар, сот өкілдерінің немесе медиаторлардың табыстары осы жерде көрсетіледі. Үшінші бөлімде сіздің шет мемлекеттегі мүліктеріңіз, көліктеріңіз, банк счеттарындағы ақшаларыңыз, дебиторлық және кредиторлық қарыздарыңыз, осыларды осы жерде көрсетесіз. Төртінші бөлімде Қазақстан Республикасындағы және одан тысқары шет мемлекеттердегі сіздің сатып алу сатуларыңыз көрсетіледі. Яғни биыл 2025 жыл болса, өткен жылдағы 2024 жылға сатып алған көлігіңіз. Мысалға, вид имущества көлік деп көрсетеміз. Идентификационный номер ол кадастровый номер. Көлікті сатып алған күніңізді жазасыз, валютасын жазасыз, және де қандай сомада сатып алдыңыз, соны жазасыз. Және де сведения об источниках покрытия, яғни машинаны алу үшін ақшаны қайдан алдыңыз, соны толтырасыз. Егер де барлығы өз ақшаңыз болса, собственные средства дейсіз, ал егер де жартысы кредит немесе жартысы өз ақшаңыз болса, оны добавить деп астынан графа қосып толтырасыз. Мысалға, бұл кісі 5 миллион 800-ге машина алған, және оның жартысы өз ақшасы, яғни собственные средства. Идентификационный номер источника өзіңіздің аты жөніңіз, иініңізді жазасыз, валютасын жазасыз, және де өзіңіздің ақшаңыз 1 миллион 160 мың теңге, соны жазасыз. Және астынан добавить деп қосасыз да, жаңағы 5 миллион 800-ден осы сумманы алып тастаймыз, яғни айырмашылығын, разницасын астына толтырамыз. Бұл жерде банктен займ алған, Каспий банктың бинін интернеттен қарап жазасыз, атауын және де валютасы мен қалған кредит қалған соманы осы жерге толтырып жазасыз. Егер тағы да басқа сатып алуларыңыз болса, ең астындағы добавить приобретение дегенді басасыз да толтырып жаза бересіз. Одан кейін, егер де сату болатын болса, сведения об отчуждении деген раздел бар, соны ашасыз. Бұл жерде яғни сіздің өткен жылы 2024 жылы сатқан дүние мүліктеріңіз, көліктеріңіз, бағалы қағаздарыңыз, тағы да басқалар толтырылады. Мысалға, үйді сатқан болсаңыз, бұл жерде недвижимое имущество деп таңдайсыз. Идентификационный номер ол кадастровый номер болады. Үйді сатқан күніңіз, код страны Қазақстан, одан кейін қанша теңгеге саттыңыз, және де кімге саттыңыз, сол кісінің аты жөнімен осы жерде иінін толтырасыз. Келесі бөлім дебиторлық және кредиторлық қарыздар. Яғни біреуге нотариус арқылы қарыз беретін болсаңыз, соны толтырасыз. Және соңғы бөлім бұл бақыланатын шетелдік компаниялардан қандай да бір табыстарыңыз болса, соны көрсетесіз. Ары қарай продолжить деген кнопканы басамыз, подписать с помощью ИКОФ Мобайл деген кнопканы басамыз. Және де оны басқан кезде бізде успешно подписано деп шығады. Продолжить деген кнопканы қайтып басамыз, және де ЕСалық Азаматқа кіргенде отправить подписанный документ деген бар. Соны басамыз. Осы жерден уведомлениеміз шығады, оны үстідегі сызық арқылы WhatsApp-қа немесе басқа почтаға жіберу арқылы өзімізге сақтап аламыз. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Өзіңіздің таныстарыңызбен осы видеомен бөлісіп қойыңыздар.